Сәлем қалайсыздар. Бүгін мен TikToktан осындай бір лайфхак көрдім да, соны сіздерге өзім түсіндіріп көрсетейін. Например, 7 километрді сантиметрге айналдыру үшін не істейміз дейді. Осы 7-ні километрдің тұсына жазыңыз дейді. Және неге айналдыру керек? Сантиметр, сантиметрдің тұсынан 0-ды қойыңыз. Міне. Сонда оған дейін 0-ды қойып шықсақ, 7 километрде 700 мың сантиметр бар екен, е? Мінекей. Так, дәл осылай 8 миллиметрді метрге айналдыру үшін 8 миллиметрдің тұсына 8 деп жазып қоямыз миллиметрдің тұсына. Сонда мен метрге дейін алып барам, метрдің тұсына 0. Так, 0, 0. Енді осы 0-ден қайырам, сонда 0,8 метр бар екен, е? 4 сантиметрде қанша миллиметр бар дейді. 4 сантиметрдің тұсына жазып қоямын, мұнда қараймыз. Және миллиметрдің тұсына 0-ды қоямын. 4 сантиметрде 40 миллиметр бар. Дәл осылай сіз 5 сантиметрде керісінше қанша метр бар екенін тауып көріңіз. Мұндағы дам деген декаметр, кгм декаметр.